Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының өндірістік оқыту шебері Мақұлбекова Бибизара Баратбайқызы. Бүгін сіздерге бұрыштық байланыстың жасалу технологиясы тақырыбында бейне сабағында өткіземін. Сабақтың мақсаты: ағашты біріктіру технологиясы және олардың түрлері. Ағашты шабақ көмегімен құрастыру. Ағашты болт көмегімен біріктіру. Қысуды қолдана отырып, ағашты желімдеу. Ағаштан жасалатын бұйымдардың және бөліктерін құрастыру үшін қолданылатын біріктіру әдістерінің кең тараған тағы бір түрі желімдеу. Ағаш материалдарын ұзындығы, қалыңдығы және ені бойынша бір-біріне желімдеуге болады. Желімделген элементтерді дайындау үшін көбінесе қылқанды ағаш текті, яғни шырша, қарағай материалдар мен синтетикалық шайыр негізіндегі желімдерді пайдаланады. Желімнің түрін ағаш қасиетіне байланысты таңдап алады. Синтетикалық желімдер ылғал мен шірінді әсеріне өте төзімді болып, ағашты бір-біріне тым берік етіп желімдеуге мүмкіндік береді. Желім ерітіндісін дайындау процесі мен оны желімдеу тәртібі қарапайым, сондықтан да жалпы өндірісте қолдануға ыңғайлы. Бұл процесс пресс астында ұзақ ұстауды талап етпейді, ал аздап жылыту арқылы желімдеу уақытын қысқартуға болады. Желім қабаты желімдеу кезінде негізінен дымқылданбайды. Пресстен алынғаннан кейін көп ұстауды қажет етпейді. Барлық желіммен біріктіру жұмыстары тек қолдануға рұқсат берген желімдер арқылы орындалады. Шабақ көмегімен құрастыру. Ағаш бұйымдардың кесінділерін шабақ арқылы біріктіреді. Ол екі элементтен, яғни шабақтан, ойықтан немесе құлақшадан тұрады. Шабақ кеспектек кескінділердің ұшындағы шығыңқы жері, ол басқа бір ағаштың ойығына немесе құлақшасына сәйкес болады. Шабақтар жекеленген, қосарланған және көптеген ретті, яғни екеуден де көп болады. Шеге арқылы біріктіру есептеу жолымен анықталады, ал кейбір жағдайда, мысалы еден төсеуде, қабырғалық жабдықтар орнатқанда, қосалқы қабырғалар салғанда және де тағы басқа шеге саны конструктивті түрде, яғни шамамен белгіленеді. Шұруп бұрандалы шеге. Цилиндр формалы, төменгі жағында кесігі бар металл стержень болып табылады. Шуруптардың қалпақшасы жартылай дөңгелек жасырын немесе жартылай жасырын түрінде болады. Болт көмегімен біріктіру. Ағашты бұйымдардың бөлшектерін бір-біріне және басқа денелерге бекітіп орнату, біріктіру үшін болттар қолданылады. Болт екі бөліктен тұрады. Цилиндр формалы, төменгі жағында кесігі бар металл стерженнен және ішінде кесігі бар қырлы гайкадан тұрады. Болтты алдын ала тесілген тесіктерге орнатады және біріктірілетін бөлшектердің тесікше орындары бір-біріне сәйкес болуы керек. Жоғарыда аталған біріктіру әдістері көбінесе құрылыс конструкциялары мен жиһаз бұйымдарын дайындау кезінде қолданылады. Қылқанды желімдеу. Дайындалған ағашты ұзыннан және көлденеңнен жартылай дайындалған
өнімге кеседі. Егер ағаш оюшыға кең тақтай керек болса, онда оны бірнеше тар тақтайдан желімдеу арқылы жасайды. Желімделгеннен кейін тақтайдың ені 50 мм-ден 100 мм-ге дейін болады. Желімдеуге дайындалған тақтайлардың шетін 90 градустан жонады. Жонылған жердің сапасын тексереді, себебі ол дұрыс жасалмаса тақтай жарылып кетеді. Жонылған жартылай дайындалған өнімді арнайы үстелге қойып, ағаштың түсін, суретін, текстурасын ескере отыра, шеттеріне желімді жағып, бұрамамен қысады. Үлкен көлемді қылқанды жасау үшін дайындалған өнімдерді шет жақтарымен желімдеу керек. Қысуды қолдана отырып желімдеу. Қысудың ең ыңғайлы да қарапайым қолданысы бұл ұсақ-түйек дүкендерде сатылатын резеңке бау. Түрлі жағдайларды ескере отырып, полиэтилендік қалтада үнемі осындай баудың әр түрлі ұзындық қиығын сақтау керек. Бірнеше орауы бар баудан туындаған кергіш күші мықты болғандықтан бір бөлшекті екінші бөлшекке қарай жылжытып жібереді, немесе желімді барынша қысып шығарады. Мұндай жағдайда бөлшектерге ыстық желімді қайтадан жағу керек және жылжып кетпес үшін қосылған жерін баумен орап тастау керек. Кейде мықты болу үшін бөлшекті кішкене шегемен шегелеп тастайды. Осымен сабағымды аяқтаймын. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.